Яссауи жайлы қиссалар кітабынан Жасыл құс. Қожа Ахмет Яссауи шәкірттеріне кәлиманы көп айтуды насихаттайтын. Бір күні хақ сыпырасында «Ла иляха иллалла» деп көп айтыңдар. Кәлима кеудеңнен күнәнің көбесін сөгеді. Көкірегіңе хақтың нұрын төгеді. Тіліңнен бір сәтке де тахлилдің табы кетпесін. Ақыласты лебізіңнен арыс пен береке көктесін. Көңілің Аллада, қолың дүниеде болсын. Құдайдың зікірінен ғапыл қалма. Салауаттан тыйылып, бақыл болма. Көркем сөзді толасыз айтсаң, рухани дәулетпен қазынаға кенелесің. Қияметте жасыл құстың саған қалай араша түскенін көресің деді. Жасыл құс дегенде мүриттері елең ете қалды. Жасыл құс деген не? Деп ойлады. Бәріне таңсық көрінді. Бір шәкірті: «Тақсыр, ол не құс? Хикметі не?» деп ынтыға сұрады. Әзірет пайғамбар миғражға шыққанда бір жасыл құс көреді. Қос қанаты күмістей аппақ екен. Қауырсындары алуан түрлі дүр-гауһар, маржан меруертпен сәнделген. Денесінде 10 000 басы бар. Әр басында 10 000 ауыз сөйлеп тұр. Әр аузында 10 000 тіл сайрап тұр. Әр тілі 10 000 тілде шатаспай әдемі әуезбен зікір айтады. Ол ғаршының астында отырады. Оның кәлимаға не қатысы бар? Жасыл құс кәлимадан жаралады. Бір момын шын ниетімен, ашық махаббатпен кәлима айтса, ол лебізі жасыл құс боп көкке самғайды. Демде Алланың дәргейіне жетеді, аршыға қонады. Емнің күнәсін кешір деп жалбарынады. Сол сәтте раузан періште оған келіп, жәннатқа кір деп бұйырады. Ол емнің күнәсін кешпейінше пейішке кірмеймін дейді. Еңнің таңдайынан кәміл күйде шыққан болсаң, жаратушы күнәсін кешеді, жәннатына кіргізеді. Сен жұмаққа қазір кір дейді екен раузан. Құс ем жәннатқа кіргенше, соған көзім жеткенше, осы жерде кешірім тілеп тұра беремін дейді. Құстың 10 000 тілі 70 000 тілге айналып шыға келеді. Зікір айтатын 70 000 мақам пайда болады. Раузан жаппар қақсаған риза болды. Ақырдың сағаты соққанша иеңе кешірім тілеп, аршыда отыруыңа рұқсат етті дейді. Құстың көңілі жадырап, құйқылжыда зікірге басады, деді әзіреті сұлтан. Шәкірттер қызыға тыңдап отырды. Яссауи сөзін жалғап, пайғамбар үмбеті шын жүрегімен қанша рет кәлима айтса, ол сонша рет жасыл құсқа айналып, көкте иесіне шапағат тілейді. Қиямет қайында сират көпірінен қанатымен алып өтеді. Таразы мизамға жеткенде сауабын кәлимамен толтырады. Иесі пейішке кіргеніне көзі жеткенше қасынан бір елі қалмайды деді. Уағыз біткен соң шәкірттер көмейден жасыл құс ұшырамыз деп ынты-шынтасымен кәлима айтуға әдеттеніп кетті.